деген сияқты мынау қабдолма жейді ол деген бәрін жаңағыдай дұрыстап тұрып қарайды кімнің туған күні кім үлкен кім кіші деген сияқты соны бізге әлсін жаңағы біздің чатымызда үйретіп қояды мен қабдолма жейдке қарап қоямын сосын ана нағашысы бар ғой ашығалы деген мен ол кісіні көрдім кезінде но мен онда құптаймын но қабдолма жейді жаңағы майтшапым айтып жатыр ғой атамызға ешкімде жетпейді иә ол кісі енді қабдолма жейді кішкене сол кісінің нелері бар. Так что сен продолжение Жетібаев болсаң да сенің нағашыларың саған да көп әсер тиген. Ал енді жаңа просто апам айтып жатыр ғой қабдолма жейді туылғанда мен сонда где-то 10 жастамын ғой получается. Сонда жаңағы Ақжан мамаға айтамын, аты неге ондай сондай екеу? Қабдолда да емес, Мажитте емес деп сөйтемін. Сонда жаңа Қабдолма жейді деген маған бірінші рет сонда сондай қызық болды. Ал енді бүгін енді 50-ге келіп жатыр. Туған күні құтты болсын, денің сау болсын. Жаңа шаңырақтарың енді бәрі жақсылық болсын. Ана жерде жемде сөйлесіп жатыр, кішкене бір движение істегенде бәрі жаңағы жүреді, сол алға жүреді деген сияқты. Сол алға жүре беріңдер. Енді Қабдолма жейді біздің кіші інілерімізге дейін, так скажем, кішкене үлгілі деп айта аламын. Ал өзі кеше маған телефон соққанда айтады. Енді сіз енді жаңағы үлкен шаңырақтар қалған, сіз үлкен кіші болсаңыз да сіз енді ұстап отырсыз ғой. Содан сізді өзіңізді шақырамын деді. Сосын мен апа жездем айтып көрдіңдер ме? Мен шақырып сіздер қаласыңдар дедім. Бәрі дұрыстау айттым. Ал жоқ, олар жоқ, дұрыс. Ол бәрі дұрыс деп жатыр. Ол бәрі дұрыс. Ал енді бәрімізге дендеріміз сау болсын. Сіздерді көріп жатқаным, танысып жатқаным енді өте жақсы. Жаңа сіз айтып жатсыз, мен жаңа Жетібаев Жолдасқалидың қызымын, жаңа Доссорда кездескен ағайдың соның кіші енді келже қыз дейсіз. Келже қызы. Сол сияқты бәріміз аман болайық, аманшылықта кездесейік, үйіңіз енді бәрі құтты болсын, бәрімізге денсаулық тілеймін. Сол жаңа күшті сіздер тілектер айттыңыз, сол тілектеріңізге бәріне қосылып, кәдімгі әдемі қылып айттыңыз. Енді оған енді менің сөздерім жете алмаймын, так что сіздердің айтқан тілектеріңіз бәрі қабыл болсын. жүрегіммен сезіп жатырмын. Енді әулеттің бәрін ертең 4-5 комнатта үй алғанда шақырамыз. Ой, ничего, бұл деген. Қазірде үй алып жатыр. Жоқ. Самое главное, что өздерінің жаңағы ниеттерін ғой, ол деген бүгін барамыз, ертең барамыз. Қабдолға жейді. Бүгін енді бүгінгі құрма құтты болсын. Үлкендерді шақырып, үлкендердің батасын аламыз деп. Осы үлкендеріміз ортаймай, ел сау болып отыра беріңіздер. Құдағай бәріңізге де қош келдіңіздер. Жасың құтты болсын, Қабдол келіп жатқан. Жана екеуіңе бақыт тілеймін, балдар аман болып. Тек осындай ағдасақанда тума-туыс жиналып, жақсы құрма осындай олай берсін деймін. Бақытты шаңырақ болсын. Аман болыңдар, сау болыңдар, денсаулық. Айтқандарыңыз келсін. Жеңше, сөйлесу? Жеңше, кешірерсіз алдырып кеттік енді. Қабдол, жасың құтты болсын. Дені сау болсын, сағым болады дейді. Онда мен сай денсаулықты айтып. Тек тойға келейік осы ауылға. Айтқаныңыз келсін. Құлағыңыз құтты болсын енді. Балдар аман болсын. Жан-жабыз аман болсын. Сол үшін алып қояйық. Қой енді. Ой, бәрін сұратшы. Маған бір алып қояқ деген жоқ жақсы. Сені күйеуінің айтатын әшімесі ғой. Менің любимый қайнымның айтатын әшімесі. Құрметті қонақтар, қонақтағандар қош келдіңіздер. Жасы құтты болсын, дені сау болсын. Біріншіден мына енді қоныстарың құтты болсын.
негізі біз банкеттарға шақырып еді, банкеттарға сыймайды деп, сосын дендерің сау болсын, осы жарқырап отыра беріңдер. Жаңағы қабдолға жетті. Әмин. Бала шағаң қызықтарын көріңдер. Дастархан осылайда қуанышқа жайсын. Әмин. Ал аманшылықта келсек, бәрінде аман болыңдар. Ал кім бар жалғастырады? Жакөнде 12-сіне шақырылған. Жоқ, ана. Жоқ. Оның жұмыс болғасын. Жоқ, бүгінгі негізі кілең пенсионерлерді шақырам дедім негізі. Бірақ осы жерде қолын көтеріп келгендер бар жаңа. Пенсияға біз кандидатпыз бұйырса деп. Группаға кіргізе берсін алдын ала деп. Келіншегім айттым, сен ертең банкетке барасың, мен барып көрейін. Құтты болсын. Азылмай жасың құтты болсын, тек отбасың, ана екеуің тек аман есен, балдарың, қызың көріп тек арамызда жүре беріңдер тек. Жақсы. Шаңырақта той болсын, қуанышты жалғасын дала берсін. Осы отырған қонақтарға бәріңе де қош келдіңдер енді. Бәрін жақсы көріп тек аман болайық. Жақсы күндеріміз тек тойлау, осылай тек ақтасақандегі есе берейік. Енді жақсы тілектерге қосыламын. Ал жезден, жалғастыр. Ал жақсыма құрметті қонақтар. Бүгін мына Сен нешесіне шақырылдың? мен 12 шет менен немен келіп Айтма, қол көтер, пенсияда ғой бірақ. кеше айттым мен. Өзі пенсияда негізі қазір. Балзымның шаңырағына бүгін біріншіден Жанар Қабдолдың енді шаңырақтан құтты шаңырақ болсын. Алдындағы үйдегі 12 күштет, одан да күшті жайлап кетіп басты енді. Соны тек ұзаққа созыла берсін. Ана Қабдол Мәжитов енді 50 жасы құтты болсын. Ердің жасы 50 дейді, 50 келіп жатсың. Кеше бір тойда болғанда сонда біреу айтып өтеді, 50 баяғы 25 деп қазір. Дұрыс айтыр. Ол дұрыс. 50 баяғы 25 дейді қазір. Баяғыда менің әкем 48 жасында айтып өтті. Сол осыға фотосын қарап атсам, шашы аппақ, ерекең сияқты. Қадам көне мысалы. Біздің өзіміз қазір 60-қа келіп бардық, 1-2-8-ге 60-қа келеміз. Алланың берген жасын жаса. Әмин. Жанар екеуің бақытты өмір сүріп, осы ұл-қыздардың рахатын көріп. Енді көпшілік бәріңізге де енді осы білмейтіндер болса, мен осы үйдің күйеу баласымын. Осы 2 жыл болды Ақтөбеге барып. Осы Ақтөбеде жетіп айттар жиналып жатыр. Шүкір. Компандас боламыз, өмірімізге қонақ боламыз. Сонда кеше Қайраш Базым айтамын ғой, Бауыржан екеуіне. Енді жайлап, енді 1-2 адам келсе, сол қолсарымен теңесеміз ғой жайлап. О, молодец. Қайраш Базым жазып, мен де жетіп айып болайын, оны кімге біреуге жіберді. Сен де жетіп айып болып кетсің ғой. Сол әзіл ойын немізден өзіміз ортамыз бар ғой аяқтада. Ал той боласын енді. Әмин. Енді кеше апаң айтып жатыр, мен жаңа бір шаруаларым бар еді. Сол кезде Қабдолға айтып жатыр едім енді. Ағыныр келеді, Нұрханым келеді, үшеуі келеді неге. Енді мен Жанар айтып жатыр, жезе сіздің болғаныңыз жақсы еді деп. Енді болған менен жұмыс бар, шаруа бар. Ренжімес айтып. Пенсионерлердің ортасында көріп, мен де пенсионермін, солардың ортасында көрініп кетейін деп жатқаным ғой. Мен қолымыз қайтып бермейсіз ба? Мен ерекет абыр айтса қалып қой мүмкін. Апам күні бастап Мощный айттың аға. Енді бәріміздің үйімізде осындай той болсын. Мына қарттарымыз, ақжауық аналарымыз бар, ақсақалда аталарымыз бар. Ал сіздер осы біздің ортамызда жүре беріңіздер. Қазір енді жаңағы жақында мен туған жерге келіп, бір жігіт бәленбай жыл Алматыда тұрған екен. Енді 45-50 жылға жақын. Сонда жаңағы кісі келіп туған жері ғой, әкесі жатқан, шешесі жатқан жер. Ой деп жаңағы садақаға келіп айтады да, мына жердегі мен көрген адамдардың бәрі өмірден өтіп кеткен екен дейді. Сонда жаңағы бір ағамыз алдын айтады, енді олар жасы өсіп үлкейіп барады, біздің өзіміз 70-ке келіп қалдық, ол кісі енді алды дүзге берген кісілер ме, шайтан болмаса енді Аллаға берді етеді деген. Сол айтқанда енді әр жолмен бола берсін қай заттар. Тек бақытты болайық, еліміз тыныш болсын тек. Осындай тек бейнетіміз той-тойлау болсын алды. Немере шөберелердің тек рахатын көріп тек. Аналарымыз тек ортада жүре берсін. Ал той-той боласын.